Осы аптада қоқыс жәшігінен тағы бір нәресте табылды. Сұмдық оқиға Атырауда болған. Соңғы уақытта бұндай жайттар жиілеп кеткен соншалық тіпті бауыр еті баласынан бас тарту оқиғалары трендке айналып, көпшілік оны қоғамдық трагедияға балап жатыр. Былтыр кейбір ақпарат құралдары 2016 жылды тастанды балалар жылы деп айдарлаған есімізде. Қатыгездік қазақ қоғамына қайдан келді? Мейірімді адамдар бар ма? Тілшіміз Аяулы Мұратқызы зерттеп көрді. Туалеттен туалеттің ішінде жатыр бала. Бүйтіп бұл не екен деп бүйтіп ашып қарасақ, ішінде жаңадан туылған прям бала жатыр. Ала сөмкеге сап қойған баланы. Андай. Бәрі несімен жатыр ғой, шаранасымен жаңалдегі. Стары бір жаман тряпкіде ішіне орап тастаған бала. Кіндігімен. Жүректі сыздатып, жаныңды түршіктіретін бұл сұмдық оқиғаның бәрі бізде болып жатыр. Кеңбайтақ еліміздің әр аймағында дүниеге келмей жатып, туған анасы безінген сәбилер табылуда. Ай сайын ең сорақысы тас жүрек әйелдер еш жазығы жоқ шаранасын қоқысқа да, әжетханаға да, көшеге де тастап кетуде. Жаға ұстататын мұндай жағдай осы аптада да қайталанды. Атырау тұрғыны 7 қараша күні қоқыстан әйел адамның киіміне оралған шақалақты тауып алды. Болат Ахонов кешкі астан кейін шамамен түнгі 11-лерде сыртқа шылым шегуге шығыпты. Сол сәтте оған бірнеше кішкентай бала жүгіріп келіп, қоқыс контейнерінің жанында мысықтың мияулаған дыбысы шығып жатқанын айтқан. Бір мысықтың дауысы емес, баланың дауысы шықты. Сосын енді тыңдап барып, телефон фонарик жағып барып, тыңдап барып жүгіріп барсам, контейнердің ішінде бір мешокта, қара мешокта, мусорный мешокқа орап тастаған. Сол қанымен кіндігі қиылмаған. Соңында енді сәбиді көріп тұрып, көрткінге орап, алып, үйге алып келіп, бепем бар. Сол кейіншемге бауырынға бас кішен баланды бауырына жылдап, өшеде соны дүзетке телефон сол. Қазіргі таңда сәби облыстық перинаталдық орталықтың жаңа патология бөлімшесінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша ол 6 қараша күні туған болуы мүмкін.